Келесі практикалық дағдымыз көрсететін ол кеуде клеткасының пальпациясы. Кеуде клеткасының пальпациясы арқылы кеуде клеткасының 3 түрлі қасиетін анықтай аламыз. Ол кеуде клеткасындағы ауырсынудың бар жоқтығын, кеуде клеткасының серпімділігін және дауыс дірілін анықтауға болады. Пальпация жасаған кезде пациент отырады, немесе тұрып жасауға болады. Енді ауырсынуды анықтау үшін, яғни қабырға аралықтарды пальпация жасау арқылы практикалық дағдыны жүргіземіз. Ол үшін бұғана үсті ойықтарын, бұғана асты ойықтарын, екінші қабырға аралықты, үшінші. Қолыңды желкеге қоямыз. Қабырға аралықтардан пальпация жасаймыз. Науқастың бет әлпетіне қарап тұрамыз. Ауырсыну болған жағдайда ол жерді тереңірек тексереміз. Арт жағынан пальпация жасаған кезде ауырсыну бар жоқтығын анықтағанда науқас қолын өзін құшақтауын сұраймыз. Жауырын үстіне пальпация жасаймыз. Жауырын ортасына, және жауырынның қырына, және жауырынның астына пальпация жасаймыз. Яғни пальпация кезінде пациенттің бет әлпетіне қарап тұрамыз. Егер ауырсыну болған жағдайда ол жерді тереңірек пальпациялап ауырсынуды ары қарай зерттейміз. Осыдан кейін кеуде клеткасының келесі қасиеті серпімділігіне тоқталамыз. Серпімділігін анықтау үшін біз екі қолмен жүргіземіз. Алақанымыздың осы бөлігі арқылы жүргізіледі. Ол үшін алдыңғы жағынан төске, артқы жағынан жауырынның ортасына қойып, ішке қарай 2 немесе 3 рет басып көреміз. Қалыпты жағдайда кеуде клеткасы серпімді болған жағдайда 2-3 сантиметрге ішке қарай кіріп, қайтадан қалпына келеді. Осыдан кейін бүйірден қысып көреміз. Кеуде клеткасы серпімді болған жағдайда ол 2-3 сантиметрге ішке кіріп, қайтадан қалпына келеді сау адамда. Ал кеуде клеткасында қандай да бір сұйықтық, ауа, өкпе-тіні тығыздалған кезде, пневмосклерозға ұшыраған кезде, немесе қартан тартқан үлкен адамдарда сүйек-тіні қатайып кеткен жағдайда, яғни кеуде клеткасының серпімділігі төмендейді. Осыдан кейін үшінші қасиеті ол дауыс дірілін анықтау. Дауыс дірілін анықтау үшін оны екі қолбен жүргіземіз. Пациентке Р әрпі бар сөздерді айтқызамыз. 44, 33. 33. 33. 33. Хорошо. Жақсы. Қолымызды. Так. 33. 33. 33. 33. Жақсы. Қалыпты жағдайда дауыс дірілі сақталған. Яғни дауыс дірілі бір қалыпты таралады. Егер де дауыс дірілі өзгерген жағдайда, яғни ол күшеюі мүмкін, немесе әлсіреуі мүмкін. Күшейеді ол бір жақты процесс, немесе екі жақты процесс болған жағдайда. Яғни өкпе-тіні тығыздалған кезде дауыс дірілі күшейеді. Сонымен қатар компрессиялық ателектаз кезінде дауыс дірілі күшейеді. Ал әлсірейтін жағдайлар ол бір жақтық процесс болады, немесе екі жақтық болуы мүмкін. Ол өкпеге сұйықтық толғанда, ауа толған кезде, яғни дауыс дірілі әлсірейді. Ал екі жақтан бірдей дауыс дірілінің әлсіреуі ол өкпе эмфиземасында кездеседі.